Армысыз қазақ елі. Бүгін біздің қонақта белгілі қонақтар, абыройлы қонақтар Амалбек Қозыбақұлы Тшанов, Мұсабек Тұрғынбекұлы Әлімбеков және Оразалы Ержанов. Және мен Асхат Асылбеков. Ағалар, қазір түсініпсіздер, жаңа конституцияның жобасы талқыланып жатыр. Бүкіл қоғам қызу түрде талқылап отыр. Соны біз де талқылайық. Амалбек, сізден бастасақ. Мына сіз 4 рет депутат болдыңыз. 2 рет жоғарғы кеңестің депутаты болдыңыз, 2 рет мәжілістің депутаты болдыңыз. 4 ретте сіз жалғыз мандаттық аймақтан сайландыңыз. Қазіргі мына партиялық тізіммен тек қана партиялық тізіммен сайланады деген ұсынысқа көзқарасыңыз қандай? Біріншіден айтайын дегенім, осы теледидардан конституция қайтадан қаралып, жаңа конституция жазылады дегенде, менің бір төбемнен бір таспен ұрғандай болды. Себебі қазіргі бүгінгі заманда, бүгінгі уақытта ол конституцияны өзгерту, оның бір соншалықты қажеттігі болып тұрған ештеме жоқ. Сол бойынша біздің елімізге бір қауіп төнгендей, немесе тағы да бір экономикалық бір өзгерістер болады деген сияқты жалпы ештеме жоқ. Сондықтан да бұл өте таңғаларлық нәрсе, бірінші. Ал енді мынау сайлауды қалай болады деп, сайлау туралы біздің парламенттің шешкен шешім бойынша мен толыққанды ол ұсынысқа өте қарсымын. Тек қана партиялық тізімнен деген сөзге. Бұл партиялық тізім деген біз өттік оның бәрінде. Ол партиялық тізімнің бәрі де биліктің қалауыменен, солардың құрған тізімменен кім ұнайды, кім сол партияның ішінде, кім сол партияның айтқанын істеп биліктің айналасында жүреді, тек солар ғана ол ертең депутат болады. Ал енді менің депутат болуымыз, біз баяғы 90-шы жылдары жаңадан тәуелсіздік алған кезде жаңа форматта тұңғыш рет 12-ші жоғарғы кеңестің 12-ші шақырылымы болды. Ол кезде барлығы да бір мандаттық сайлау өтті. Сондықтан да болар, жоғарғы кеңес 93-ші жылғы 13-ші сайланған жоғарғы кеңестің құрамы өте күшті, өте жоғары болды. Себебі халық өздерінің арасынан халыққа еңбек сіңген, еңбек еткен, білімді, таза, ел үшін, өзінің ел үшін қызмет етуге, қандай қызмет болса да соны етуге дайын азаматтар өтті. Соның арқасында ол жоғарғы кеңес сол кезде өзінің міндетін толық атқара білді. Оған куә білесіздер, біз мына барлық ұлттық атрибуттардың бәрін дер кезінде қабылдадық. Сөйткен елдің, мемлекеттер арасындағы қарым-қатынастың бәрі де реттелді ол кезде. Ал енді біз қазақ елі әлі бұл партиялық тізіммен өтіп, сол депутат сайлауға әлі қалыптаспаған нәрсе. Ол тіптен халықтан бұл алшақтау деген сөз. Себебі халық кімді сайлап, кімнің депутат болып жатқанына шаруасы жоқ, оны білмейді. Олардың қазіргі күндегі тіршіліктен сол қолы тимейді. Олардың күн көру мәселесінің өзі олар үшін бірінші қатарда тұр, ол депутат сайлау емес. Егер депутатты халық сайлайтын болса, онда халықпен сайланған депутаттың арасында тікелей қарым-қатынас болады. Мысалға, біздің сол кездегі жоғарғы кеңестің депутаттарының немен артықшылығы болды? Біздің артымызда тіреу болып халық тұрды. Сондықтан да қандай шешім қабылдансын, оның бәрі сол халыққа ыңғайлы болсын, бәрі халық үшін, ел үшін істелінсін деген қағида әрбір депутаттың жаңағы мына басында болды. Сондықтан да сол кездегі қабылданған жаңа тәуелсіз елдің бастамасындағы заңдардың бәрі де өте жоғары дәрежеде үлкен заңға сәйкес, үлкен адалдықтың, тазалықтың негізі бар, сондай заңдар қабылданды. Сондықтан да біз егер қазіргі мына бағытпен тек партиялық тізіммен кететін болсақ, онда бұл біздің жалпы ұлттық құрылымымыздың бәрінің негізінің бәрін жоққа келтіру деген мағына береді деп ойлаймын мен. Сондықтан тым болмаса 50%-ын
ошол бир мандаттык мемлекет сайлоо керек. Мұсабек аға, сіз белгілі заңгерсіз. Тіпті мына жоғары соттың төрағасысыз. Евразиялық экономика соттың төрағасы болдыңыз. Енді жаңа ата заңның жобасында қандай мына баға бере аласыз? Мысалы, сіздің коллегаңыз Майдан Күнтуарич Сүлейменов өз бағасын берді. Фарс деді. Келіспеймін деді. Енді әркімнің өзіндік пікірі бар ғой. Менің көзқарасым бойынша қазіргі мынау аумалы-төкпелі заманда, әлемде шымшытырық оқиға болып жатқан заманда елдің егемендігін, оның тыныштығын, біртұтастығын сақтап қалу үшін біз Қазақстан халқы, оның ішінде қазақ халқы, мына өзіміз сайлаған президенттің төңірегіне топтасуымыз керек деп өз басым ойлаймын. Ал енді ұсынылып отырған конституция жаңа жобасы, мен оны кімдер жазғанын білмеймін. Осы уақытқа шейін 1995 жылы қабылданған конституцияның авторы Қазақстанға белгілі 12 үлкен ғалымдар болған, заң саласының ғалымдары. Оның үстіне заң саласының өзі сала-салаға бөлінеді ғой, заңның өзі. Мысалы, қылмыстық заң бар, азаматтық заң бар, конституциялық заң деген бар. Оның сондықтан комиссияның төрағасы болып, сол кездерде белгілі ғалым, сол кездердегі әділет министрі Нағашыбай Аманғалиұлы Шайкенов болды. Ал сол топтың ішінде, конституцияны жазғанда азаматтардың ішінде академиктер Сағыз Иманұлы болды, Иманов, Сұлтан Сартаев болды, Қайрат Сапарғалиев, сол сияқты үлкен әлгі өздері қарағайдай қазақтың белгілі заңгерлері болды. Солардың жазып шыққан заңының сапасымен қазіргі жазылған заңның, ата заңның сапасын салыстырып көруге болады. Өйткені біздер айтамыз, мына конституцияның өзі позитивный болу керек. Позитивный деген не мағына? Заң жазылған кезде әр сөздің астарында кең ауқымды мәселені ретке келтіретін қағидаттар болу керек. Ал енді өткенде де біраз азаматтар айтып жатыр, анау артық әлгі конкретизация, детализация дейді орысша айтқанда. Сондай тұжырымдар конституцияда болмау керек, ол конституцияны шектейді. Мысалы өткенде бір азамат айтып жатыр, біз мына заңға әлгі неке деген ол мен ер адам мен әйел адамның ортасындағы жаңа келісім деп жатыр да. Ол енді ол заңға конституция кіретін мәселе емес қой ол енді. Ол туралы неке, отбасы туралы заң кодекс бар. Сол жерде жазылатын дүние. Конституцияда бізде тура сондай мәселе күн тәртібінде тұрған жоқ қой енді. Ал енді елбасының қандай пікірмен бұл мәселені өз тұжырымын айтты. Сонымен комиссия жарияланды 130 адамнан. 130 адамның қайсысы жазып жатыр енді? Мысалға алатын болсаң, заңды заңгерлер жазу керек емес пе бірінші? Мысалы шахтер ол көмір қазу керек. Оны апарып құрылысқа салып, құрылыс сал деген болмайды. Құрылысшының шахтаға кірсең көмір қаз деп тағы да айтуға болмайды. Сондықтан әр азаматтың өзінің мамандығы бар емес пе? Соған сәйкес мынау тірлік істелу керек қой. Сонда енді өзі ойлап қараңызшы. 1936 жылғы конституция, мына біз социализм, Советтер одағында социализм жеңді деген тұжырыммен жасалды. Ал 82 жылғы конституцияда біз дамыған социализмге көштік деген кезеңді белгілеп сол жазылды. Ал енді 92 жылы конституция біз егемендік мемлекеттің конституциямыз деді. 95 жылы қазіргі президенттік өкілеттік күшейткен конституция болды. Ал оның артық кемі болған шығар, бірақ 30 жылдан артық сол қазіргі конституцияның негізінде біз тұрақты өмір сүріп келе жатырмыз. Бейбітшілік өмір сүріп келе жатырмыз. Қоғамда тұрақтылық бар, мысалға әлеуметтік тұрақтылық, экономикалық тұрақтылық, саяси тұрақтылық. Оның кейбір жерлерінде кемшіліктер бар. Жоқ деп айтуға болмайды да. Ал мына қазіргі мәселе қойылып отқан мәселе төңірегінде айтатын болсақ, меніңше оны мамандар жазу керек бірінші. Ал енді елбасы президентіміз қазір оны талқылауға салып отыр. Талқылауға салып отқанда халықтың пікірін тыңдайық деп салып отыр. Біз енді жасыратын жоқ, мына лозунгты көп айтатын мемлекет болып кеттік. Мысалы егемендік алғаннан кейін біз айттық, байыңдар дедік. Қандай жолмен баю керек? Ол туралы айтқан жоқпыз. Сондықтан әркім өз жолымен байды. Біреу біреудікін тартып алды, біреу біреудікі зорлық көрсетті, рейдерстве кетті, нешетер оқиғалар болды ғой енді. Енді қазір алдықта әлгі ескі Қазақстан, жаңа Қазақстан деп екіге бөліп тастады. Сонда ескі Қазақстан кім?
Осы ескі Қазақстан біздің әкеміз бен шешеміз емес пе, біздің атамыз бен әжеміз емес пе, солар мынаны құрды ғой. Көшпенді өркениеттен отырықшыл өркениетке өткізді. Мынандай зәулім қалалар соғылды, үлкен. Әйтпесе көшіп қон әлгі түйенің қомында, аттың жалында жүрген көшпенді халық едік қой. Ал енді солардың бәрі ескі Қазақстан болды да, қазір жаңадан келген азаматтар мамаларынан, аналарынан дүние келе сап данышпан болды да, ешкімнен ақыл сұрамай жаңа Қазақстан деп шығардық. Да? Өйтіп бөлуге болмайды ғой. Да? Өнен кейін бар, мысалы, әлгі мынандай тыңдаушы мемлекет деді. Мемлекет деген не? Мемлекет деген әлемде әлемнің қарым-қатынасқа түсетін субъектісі. Да? Мемлекет екі бөлімнен тұрады. Мемлекеттің негізін қалайтын халық және билік. Мемлекет тыңдаушы емес, билік тыңдаушы болу керек. Өзін сайлаған халықты, биліктің қайнар көзі халық дедік па, соны тыңдайтын мемлекет емес, билік болу керек. Ал соған жеттік па, жеткен жоқпыз ба? Қазір айтамыз, үш салаға бөліндік дейміз. Мысалы, заң үстемдігін жасайтын, заң қабылдайтын әлгі өкілетті орган дейміз. Екінші атқарушы орган дейміз, және сот билігі органдары. Соны біз енді сот билігі органдарын құралдық па? Ортада жаңағы тепе-теңдік жасайтын құралдарды кіргізе алдық па? Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, әлгі біз сайлау мәселесін әділетті Қазақстан деп отырып, сайлау мәселені әділетті деңгейге жеткіздік па? Жеткізе алған жоқпыз ба? Ал неге себептен жеткізе алмадық? Біз өне бойы салдарын айтамыз да, оның себептерін айтпаймыз ғой. Мәселе сонда болып тұр ғой. Сондықтан да қазіргі мына президентіміз айтып отыр, талдайық, талқылайық деп жатыр. Сондықтан талқылау керек, ол туралы пікір айту керек. Жаңағыдай әрғана өтірік айтты, мына өтірік айтты, олардың бәрін жауапқа тарту керек деген мәселені тоқтату керек та, ел тыңдау керек. Ел тыңдап, билік ел тыңдау керек те, өзі айтқанын емес, елдің айтқанын басшылыққа алу керек. Сондай жағдайда мен өз басым ойлаймын, қазір конституциямыз өзгертсек, соған сәйкес өзгертуіміз керек, ел пікірін тыңдай арқылы. Мұсабек, мына сот жүйесі тәуелсіз болу керек деп бәріміз айтамыз да. Оны айтады ғой, система сдержек противовес, қазақша тәжемелер мен теңестірмелер жүйесі дейді. Жаңа жобада ол сақталмай тұр ғой. Президент бүкіл сот билікті, төрағасын, жоғарғы сот, конституциялық сот, тіпті басқа соттарды өз жарлығымен тағайындайды. Сонда ол сот жүйесінің тәуелсіздігі қайда? Енді мен сізге өзімнің өмірімнен бір мәселені айтайын. Мен алғаш рет халық судьясы болып, Жамбыл қаласы облысы орталық аудандық халық судьясы болып 1982 сайландым мен. Сонда мені анау астық қабылдайтын комбинаттың жұмысшылары бір күн бойы ертеден кешке шейін шығарып қойып, мен кім екенімді, көз қарасымды бәрін талқылады. Содан мен судья болып сайландым, халықтың дауысымен, тікелей дауыспенен. Соны 86 жылда, 82 сайлам, 86 жасырақ кезім, ол кезде университеттен кейін барған кездерім ғой енді. Сонда бір ақтау үкімін шығардым. Бір жалғыз басты әйелдің, мать одиночка дейді ғой, соның ұлы 4 ай қамақта отырған, соны мен қамаудан босаттым ақтап. Соның артынан, менің артынан же прокуратурасы бар, басқалар бәрі әлгі шамалып түсті. Содан айналып келгенде, обкомда ол кезде как раз қолымен бірінші хатшы болып келген кез Жамбыл облысының әкімшілік административный отдел дейді ғой, сол отделдің басшысы Быков Александр Александрович деген Қостанайдың жігіті келген, сол істеп жүрген. Сол маған айтады, Мұсабек Тұрғынбекович, сіз дейді по лезвию ножа ходили дейді. Мен айттым, неге? Мен коммунист ретінде, мен өз пікірімді айттым. Допустим, мен пікірімше ол азамат кінәлі емес. Мен ана Лениннің айтқан принциптері бар ғой. Пусть 10 виновных будет ходить на свободе, чем один невиновный будет незаконно осужден деген. Мен сол принциппен ол азаматты ақтадым. Өйткені кінәсі жоқ, менің көзқарасым бойынша. Коммунист ретінде ақтадым. Ал енді сіздер оның бәрі кінәлі дейтін болсаңдар, қамаңыздар, қышақ кетіп қалған жоқ қой, соттаңдар. А мен заңсыз деп санаймын дедім. Сонда бірақ айттым, егер дедім, мен туралы мәселені жаңа қайта, ол кезде 5 жылға сайлайтын ғой, 5 жыл әлгі қайтан қызметтен босату туралы халықтың пікіріне салу керек қой. Сөйтіп салатын болсаңыздар, жұмысшылардың алдына барып айтам дедім. Мен дедім, мінекей, ол жерде менің кінәм не? Мен ақтадым, көз қарасымды айттым. Ол азамат, ол әлгі бір
коррупция дейміз ғой, ондай жағдайға баратын азамат емес, ол даже анау адвокатына шешесі ақшасын төлей алмай өкімет оны тегін адвокат ұсынып отыр дедім да, соны барып айтамын халыққа, мінекей деп, өйткені билік халықтікі. Сонда ешқайсысы маған ол төңіректе кінә артамады ғой енді. Соны айналып келгенде соттың үкімі күшінде қалды. Содан кейін бар мен көп ұзамай бір жылдан кейін Жамбыл облыс сотына азаматтық алқа төрағасы орынбасар болып сайландым. Ал енді сол ненің арқасы? Билік халықтың қолында болғанның арқасы. Сондықтан сайлану керек қой халық. Сайлану керек менің пікірімше. Өйткені алғаш рет осы тағайындау мәселесі 95 жылда шыққан кезде мен жиналыста республикада Жамбыл облысы әділет басқармасының бастығы болып істеймін. Сонда қарсы шықтым. Сонда есіме кетпейді. Жиналыстан кейін Тамас Қалмұханбетов, Айтмұханбетов жоғарғы соттың төрағасы мен кабинетке шақырды. Айтым, Мұсабек, өсіп келе жатқан жассың ғой деді, таяқ жеп қаласың деді. Мен бұл мәселенің көзін жеткізе алмадым, осындай шешім қабылданып қойды деді. Бұл тақырыпты қозғамай-ақ қой, сенің қолыңнан келмейді деді. Енді жасы үлкен адам, өмірлік тәжірибесі бар, қызметі Қазақстан жоғарғы сотының төрағасы болғандықтан мен сол кісінің айтқан сөзіне құлақ астым да, онысының заң солай қабылданып кетті. Сондықтан мен өзі о бастан мен айтам, енді біз енді екі тілді халықпыз ғой енді қазіргі заманда, қазақ, орыс тілі. Сонда мен айттым, любая форма избрания намного лучше, чем любой форма назначения. Да, қанша дегенмен бір адамның пікірінен гөрі 100 адамның пікірі дұрыс. 100 адамнан 1000 адамның пікірі дұрыс. 1000 адамнан миллион адам пікірі дұрыс. Сондықтан судья тәуелсіз болу үшін ол сайлану керек. Өз көзқарасы болса қашан. Рахмет. Ореке, сіз тәуірет шығып жүрсіз, өз пікірін айтып жүрсіз. Мына қазіргі талқылау кезінде президенттің билігі тым асып кетті. Тіпті узурпация власти деп сондай сөздер айтылып жатыр. Сол узурпацияға жеткізбеу үшін қандай әрекет керек? Қандай құқық бар? Жақсы айтайын. Енді мына ағалардың айтқан жаңа пікірін тыңдап отырсақ, біз демократиядан өтіп кетіппіз ғой. Солай екен ғой. Амалбек айтып жатыр, ана 12-ші созывте жоғарғы кеңес туралы. Мұсекең жаңағы сол кездегі қайда совет үкіметінің кезі ол деген, иә. Соттардың сайланатынын айтып жатыр. Соған қарап ойлаймын, бір жағынан өтіп кетіппіз демократиядан. Ол артта қалып қойған екен. Ал екіншісі, мен ағалардың пікірімен келісем, қазір енді сондай қиын жағдай болып тұр ғой әлемде. Халықаралық жағдай аласапыран болып жатыр. Ана жақта соғыс, мына жақта соғыс. Ол немен бітеді? Ана Трамп келіп, жаңа ООН, біріккен ұлттар ұйымының мағынасын төмен түсіп, енді таптап жатыр десек те болады. Ондай жағдайда менің ойым, мына конституция қабылдау асығыстық болады. Былтыр ана қыркүйек айындағы жолдауында президент айтып еді, осылай жаңа инициатива бар, бірақ 2 жыл талқылаймыз, 27-ші жылы осыған шығамыз деп. Ал ондай алгоритммен жүрсек, мүмкін бұл дұрыс шығар. Асықпай, бұл елдің сөзін тыңдап. Ал енді мына қазір бүкіл ел қатысып жатыр ғой, бәрі сөйлеп жатыр, жаңағы блогерлер ма, журналистер болсын, былай ел білетін азаматтар бәрі талқылауға қатысып жатыр. Бірақ кезінде мұндай бір үлкен нені жүргізгенде, ана марқұм Дәулетқамиш ақсақал бар ғой, есіңізде ғой, Сенбаев. Сол айтатын, мұндайда бір жаңағы бір жерге орысша айтқанда былай деген, обычно повесить красную тряпку деп, бүкіл ана халықтың жаңағы назары соған аударылсын деп. Сонда сондай нәрсе деп ойлаймын, осы қазір жасап жатқан ана тегін бола ма, білім, жаңа денсаулық сақтау, адвокаттардың көмегі, соның бәріне біраз сөз болып, осы туралы айтып жатыр. Оны ертең кеше президент айтты, мына халықтың да сөзін тыңдау керек деп, сосын ертең айтады, халықтың сөзін тыңдадық, мынаның бәрін сол 95 жылдың конституциясына дағдай қылып қайтып алып келеді. Сол жаңағы бесплатно ақысы тегін деген сөзді қайтадан жазып айтады, тыңдадық дейді. Бірақ мен түсінгенім бойынша бұл жарияланған жобада 3 несі бар. Олардың енді биліктің не де болса қарай алып өтеміз деп отырғаны. Ол мына
президенттің осындай супер құзыреттілігі. Мен кешеде шақырғаннан кейін интернеттен қарап, басқа елдерінде конституция қарап, ана чат GPT-ға да салдым. Дәл осындай құзыреті бар президент әлемде жоқ. Вот барында қарап шықтым. Ең, мысалға, біздің ана президент айтады, күшті президент, сильный президент, триадасы бар ғой, иә? Енді ондай елдер, мысалға, Америка Құрама Штаттарымен, Бразилияның конституциялары. Бірақ оларда президент парламентті таратып жіберу деген, сосын жұрттың бәрін тағайындау деген оларда жоқ, иә? Сондықтан осы ең мына халықты алаңдататын, ең қауіп алып келетін осы жері. Екіншісі вице-президент деген. Ал енді кезінде болды біздің елде Ерік Асанбаев вице-президент, Назарбаевпен бірге сайланды. Оны енді халық көрді, кім екен, қалай өтіп жатыр, иә? Ал мына жоба бойынша енді президент адам баласы ғой. Ауырып қала ма, басқа жағдай бола ма, ерте кетіп қалып жатса, сайлау арқылы өтпеген, халық танымайтын біреуді алады да орнына қалдырып кетеді. Иә? Вот екінші несі керек, жаңағы тартып жатқан жері сол. Үшіншісі, өткен жана профессор Марчашвили деген шықты, бұлай қылмыстық правоның маманы. Иә. Біздің елде осындай мына бір экстерриториальность дейді, бір территориялар болу керек. Біздің Қазақстан заң жүрмейді. Иә? Осы күнде біз енді көп жерде мен сұрап айтып жүрмін. Ана Байқоңыр бар. Мына Ресейдің полигондары бар. Сосын әр облыста СЭЗ деген бар, свободный экономический зона дейді. Сосын индустриальный парк деген, не Алматының төбінде тұр индустриальный парк деген, ол жердің мына электричествоның тарифі да басқа кезінде. Шымкентте бар үлкен бір сондай индустриальный парк деген. Мына экология жағынан ұлттық парк дейді. Енді мына экология сақтап қалу үшін құрған жерлер бар, Ал оның бәрі істеп жатыр. Заңдары бар. Ал ол үшін арнайы бөліп конституция қосу кезінде керек болған жоқ. И керексіз емес. Оны кеше бұлар түсіндіріп жатыр. Алатау деген қаласын саламыз дейді. Оның алдында осы президент Қытайға барып жариялады сол жерде. Бір Қытайдың компаниясы келіп салады деп. Ал сонда мына жерде енді Алматы елдің былай рухани астанасы ғой, былай айтқанда, Алматының түбінде сондай бір ертең Қытайдың заңы жүреді ма, кімнің заңы жүреді, білмеймін, сондай бір қала салайын деп жатыр. Ал ертең салып болады, Қытайлар біліп көреміз ғой. Тез салады, 1-2 жылда бітіреді. Айтады, ал тағы 1 миллиард, 2 миллиард қосайық деп едік, мына территориясын ұлғайтып беріңдер дейді. Ал ертең сөйтіп Алматыға дейін келеді. Сонда не істейміз? Сондықтан мен ойлаймын, осы үшеуін билік не де болса тартып әрі қарай өткіземіз деп сондай мақсатпен отыр. Мен түсінгенім бойынша осы үш жаңағы моменті осы жобаның соларға ең бастысы. Ал енді мен білмеймін, мынадай ол қазақтың ханында да болмаған құзырет, мына осы күнгі президентке жазылып жатқан нәрсе. Жұрттың бәрін өз тағайындайды. Ана парламент келіспесе екінші деңгейін қуып таратып жібереді. Президент еш нәрсеге жауап бермейді. Иә. Сондықтан мен ойлаймын, бұндай жағдай нетуге болмайды. Ал енді бірнеше рет айттым, құрылтай деген ол қазаққа бір қасиетті ұғым. Ол деген қазақ құрылтайды жариялайтын еді, елдің басына күн туған кезде. Бір жағы. Ана енді тарихтан білеміз ғой. Ал екіншісі, мына хан сайлаған кезде құрылтай жинайтын еді. Ол құрылтай жиналады, ар рудан, жүзден сөйтіп жиналып, сондай шешім қабылдап, бір құрылтайды хан қуып таратып жіберді деген, онда тарихта болмаған нәрсе. Сондықтан мен түсінгенім бойынша, мына жоба қабылданса, бұл бір енді елдің басына сол күн туатын кез. Сондықтан мен жаңа басында да айтқам, мына алдында Амалбек аға, енді сіз құрылтай жайында біз әңгімені ары қарай жалғастырайық. Мен қазір мына Амалбек аға сұрағым бар аға сізге. Сіз өзіңіз депутаттықтан басқа 2 рет әкім болдыңыз. Шымкент қаласының әкім болдыңыз, Жамбыл облысының әкім болдыңыз. Енді қазір қалай қарайсыз? Әкімдерді
президент тағайындау керек пе, әлде халық сайлау керек пе? Жалпы мен жаңағы азаматтардың сөйлеген сөзіне кішкене қосымша айтайын, содан кейін жауап берейін. Жаңа Мұсекең айтқандай, қазақта мақал бар ғой, тауық сойса да қасапшы сойсын дейді. Сондықтан да ол 120 адамнан құрады, бүкіл халық талқылап жатыр дегеннің бәрі жай ғана сөз ол. Білмейтін адам не айтуы мүмкін, әркім өз тірлігімен айланысы керек. Сондықтан да осы Мұсекең сияқты кәдімгі әбден осы заңның негізін терең түсінетін, оңды солын қарап білетін, ақта қараны қара деп айта алатын азаматтардан құрылу керек ол комиссия, біріншіден. Екіншіден, мынау жалпы егер біз шынымен конституцияны өзгерту қажет деген сондай қажет туатын болса, мен айтқан болар едім, баяғы біз қабылдаған 93 жылғы жоғарғы кеңес қабылдаған 93 жылғы ең демократиялық, ең халық үшін қызмет істейтін, сол кезде бүкіл қазақ халқының екі қолын көтеріп қабылдаған конституциясын қайтып орнына келтіру керек, мүмкін кейбір қосымшалар кіргізу керек шығар. Сонда ғана біз мына халықтың көңілінен шығамыз. Сонда ғана біздің биліктің, халықтың қамын ойлайтын билік пайда болды деген сөзге сол келетінде мен ешқандай күмәнім жоқ. Ал енді сіздің сұрақ бойынша мен өмір бойы өзім тағайындалған әкім болғаныменен мен мына әкімдердің сот жүйесін, соттың мына депутаттардың бәрін халық сайлау деген сөзге мен әбден көзім жеткен қазақтың бірімін. Себебі мен сол жаңа айттым ғой, 4 рет сайлаудың бәрінде де мен халықтың қалауымен өттім. Егер сол кезде мен әкімдікті сайлайтын болса, мен әкімге де түскен болар едім. Оның артықшылығы бір-ақ нәрседе, ол сіз тікелей халықпен тіке жұмыс істегеннен кейін халықтың хал мұқтажын бүгінгі оларға не керек, сіз соның бәрін халықтың ішінде жүріп, сол арқылы халықпенен мына жоғарыдағы биліктердің екеуінің арасындағы кейбір шешілмейтін мәселелер или қажет нәрсенің бәрінде сіз соны уақытылы халыққа сүйене отырып жаңағы сол мәселе шешіледі. Мен сізге бір-ақ мысал айтайын. Естеріңізде болса, 2-ші шақырылым 99 жылғы мәжілістің шақырылымында біздер топ құрдық, намыс деген. Оның инициаторы мен болғам, ол туралы біздің сол кездегі депутаттар біледі. Сонда 25 депутат біз сол намыс деген топта болдық. Онда марқұм Абделдин ағамыз бар, Сәкең. Сол сияқты үлкен азаматтар, даже Қаратай Тұрысовтың өзі де сол кезде бізді қолдап отырды соның бәрі. Сол кезде төраға Жармахан Тұяқбай сол намыс тобын. Сол намыс тобы естеріңізде болса, жер заңы туралы үлкен айқай болды, ел көтерілді. Сонда сол заңға біз 400-ден астам әртүрлі жаңа түзетулер кіргіздік. Соны. Сөйтіп соңында соны кейін сайлауға салған кезде бүкіл сол кездегі онда Отан партиясы еді. Отан партияның мүшелері де Нұр Отан болды ғой, мүшелері де бәрі де депутаттардың негізі жаңа 77 депутаттан 55 депутат қарсы болып, сөйтіп соның арқасында тұңғыш рет ол бірінші соңғы деп ойлаймын мен. Сонда премьер-министр Тасмағамбетов отставқа кетті. Міне демократияның негізі осыда. Егер біз шынымен ел боламыз десек, мен енді осы жерде айтайын дегенім, мысалға мен өз басым, ол Қасым-Жомарт Кемелұлы президент болып келген кезде, мен үлкен ол кісіге сонда үлкен бұрыннан жақсы білем, бірқатар жұмыс істедім. Мен де сол кезде құрылыс министрі болып қызмет атқардым. Бұл кісі жас кезінен кілең демократияның ортасында өскен азамат. Солай ол Америка болсын, Европаның барлығын. Ал енді біздің қазір келіп, осының бәрін керісінше жасап отырғанға ойлаймын, осы кісілердің қасында сол біздің ортамызда, жаңағы баяғыда естеріңіз болса, біз отырып алып қазір Сталинді жамандай береміз ғой. Сталин қатаң болған, ол Совет үкіметін өзінің баласындай жақсы көрген, Совет үкіметі қарсы дегеннің бәрін атқан, бірақ соның бәрін атқызған адамдар болды ғой. Сол кезде қаншама Ежов сияқты, жаңағы Голощекин сияқтылар көп келді ғой. Сол сияқты біздің де ортамызда сол осы қазақтың түбіне жету мәселесіне жүрген азаматтар пайда болған сияқты. Солар осының бәрінде бұл кісінің жаңағы уақыты жетпейтін кездерді пайдаланып, осындай нәрсенің бәрін тықпалақтап, осы халықтың бәрін өскен халықты үлкен күмәнға, үлкен бір күмәнға алып келіп отыр жұрттың бәрі. Ертеңгі күн қазақтың бола ма, болмай ма? Біз қайда барамыз деген сұрақ әрбір қазақтың басында отыр қазір. Жақсы, түсініп тұрмын. Бірақ өкінішке орай жалпы тек қана қоғамның жағдайы емес,
жалпы мына билікте отырған адамдардың шенеуніктердің де сапасы төмендеп кетті ғой. Өреке, мәселе неде? Отрицательная селекция деді оны. Иә, мәселе мына елде әділдік, саяси конкуренция болмау. Ол бірінші себеп. Екінші себеп әділдік, сайлау болмау, таза шын сайлау болмау. Иә, сондықтан соңғы уақытта мына әсіресе мына 2000 жылдардан басталғаннан кейін бұрынғы президент конституцияға біраз өзгеріс енгізді. Сондықтан мына барлық жүйені өз қол астына алды ғой. Біздің елде мысалға бір Назарбаевтың күліп айтқан сөзі бар дейді, мен 98% алдым деп сайлауды. Ондай деген енді былай әлемде болмайтын жағдай ғой. Оның бәрі жаңағы сурет қылып жазылған нәрсе. Сондықтан таза сайлау болмағаннан кейін саяси партияларды құруға осындай әділеттік жағдай жасалмағаннан кейін, халықтың көбі осы партия құруға мүмкіндіктен айырылғаннан кейін, артынан сосын енді бәрі мына административный ресурспен жасалған нәрсе ғой. Сондықтан қазір мемлекеттік қызметте неше түрлі адамдар жүр. Кеше мына Конституциялық комиссияның жаңағы құрамына кіргендерді айтып жатыр. Біреулер жаңағы бір мобилограф дейма, сосын бір жігіт айтты, бір жақсы белгілі тамада екен, бірақ жоғары білімі жоқ деп. Енді ондай кісілер Конституция жазала ма? Тамада. Солай. Тамада жазады, қатырады олар. Мұсабек аға, мына сіз енді тәжірибеңіз мол ғой. Мына сот жүйесіндегі соттардың сапасы неге төменді? Өйткені мына халық өте қатты риза емес, қатты шағым жазады сот жүйесіне, келіспейді шешімдермен. Енді оның біраз мәселелері бар. Ең бірінші мәселе сот жүйесі қоғамдағы келеңсіздік жағдаймен ғана айналысады. Қоғамдағы жаңа завод іске қосу, театр ашу, олардың бір басқа атқару биліктердің қолындағы дүние, оның бәрі әдемі жағдайлары. Қоғамның көлеңкелік жағдайлары, қылмысы бар, бір-бірімен шатасу мәселелері, дауласу мәселелері, соның бір сотқа келеді. Сондықтан оның бәрін соттардың бәрі дұрыс емес деп айтуға болмайды. Өйткені мен сізге бір ғана цифр айтайын, ол цифр өзгерген жоқ қазірде. Мысалы, бәрі сотта қаралған азаматтық істердің 93% шағымданбайды. Бірінші сот қалай қабылдайды, сол күйінде қалады. 7% ғана шағымданады жоғары сотқа. Ол апелляцияда, кассацияда жоғары сотқа түскен баратын жағдайлар бар. Қылмыстық істерден 3% шағымданады. Қалған бір сол қалпында қалады бірінші үкім. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, біз жасыратын жоқ, ойлағанбыз. Бізден кейінге келетін соттар өте сауатты болатын шығар деп. Мен оған қазір көзім жетіп жатыр. Сот саласында өмір бақи 40 жыл істедім. Сонда көзім жеткені 4 облыстық соттың төрағасы болдым ғой енді. Сонда жаңағы қарап отқан судьялардың білімдеріне қарадым, ойладым да. Кезінде біз қаптатып жаңағы заң факультетін аштық. Бұрындары Қазақстанда Қазақ ұлттық мемлекеттік университетінде болған, Казгуда, және Қарағанды университетінде 2 факультет болған. Ал кейін барлық жерде шығара бастады заңгерлерді. Қаптап кеткен заңгерлер. Ал енді бұлай қолдарында кәдімгідей дипломдары бар, сертифицированный дипломдар бар. А мағынасын қарасаң, аржан мағына жоқ. Соның салдары, олында салдары бар. Үшінші, кадр талдау мәселесінде. Жаңағы менің айтып отқан сөзім былай ғой. Мысалы, сіз бір ауданға судья болып халық сайлап жіберсе 5 жыл, 5 жылдан кейін сіздің не істегеніңізді халық айтып береді. Оны аузын жаба алмайсыз. Қазіргі судьялар тағайындалғандықтан оның бәрін ар жағынан шақа бармайды, сол тағайындаған адамдар соны ғана бақылайды. Сондықтан қоғамды бақылау мәселесі ол азайып кетті. Онан кейін барып, ол баяғыдан келатқан дүние, Вавилоннан бері қарата келатқан дүние, концентрация власти, билікті бір қолға беру. Ол деген тікелей жаңағы әлгі қоғамдағы басқару жүйесінің деградациясына да елдің алдында абыройын жоғалтуға алып келіп соғады. Өйткені бір адамның пікірі ол бір адамның пікірі. Оның қолында үлкен билік болғаннан кейін ол қателесуі мүмкін. Өйткені біз кейде адам баласын біреулерді ұлы деп айтқанды айта береміз көбінесе.
адам баласы менің көзқарасым бойынша ұлы бола алмайды. Адам баласы пенде, да? Ол періште емес, ол шайтан да емес, ол адам баласы. Бәрі бір жолмен келеді, бір жолмен кетеді. Ал әрқайсының өзінің ойына, бойына, ақылына, даналығына байланысты оның пендешілігі бар. Да? Пендесіз адам болмайды, пендешіліксіз адам жоқ. Сондықтан біз бір адамға оны құдайдай көрмеуіміз керек. Ол болды ғой біздің кезімізде табыну деген. Мысалы, Сталин бәлем адамды қырды, өз басқарып отқан кезде. Бірақ сол Сталин өлгенде бүкіл халық көшеге жылады. Білесіз ба? Ал кейін бардық та 20-шы съезден кейін ол Сталинді жаңағы жеке басқа табыну деп шықтық. Ол шындық. Ол болған нәрсе. Өйткені бір адамның қолында үлкен билік болмау керек. Бір адамның билігі шектелу керек. Мысалы, қазір заң шығару билігі, атқару билігі, сот билігі бірін-бірі тежемлеп отыру керек. Халықтың құқын туралы айтайықшы. Мысалы, Америкада 1776 жылы тәуелсіздік декларациясында халыққа осындай құқық берілген. Егер үкімет халыққа қарсы істеп отырса, халықтың құқы бар сол үкіметті алып тастауға, тіпті күшпен алып тастауға. Ондай да құқық бар. Францияда 1789 жылы декларация прав человека и гражданина дейді. Сонда да егер билік конституцияны бұзса, халықты құқын бұзса, тіпті адамдарға қарсы істесе, халықта құқық бар. Сондай билікті алып тастауға. Оны қалай қарайсыз? Ол енді революция ғой. Жоқ, революция емес, заңды түрде. Енді қараңыз. Оны конституция қалай кіргізуге болады? Право на защиту. Менің пікірім бойынша өткенде ғана соңғы референдум болды ғой. Сонан комиссия құрамында менің қарамамды істеген бір азамат істеді. Мен оған звондадым. Да? Сендер дедім, мынау ұсыныс енгізген кезде халықпен ақылдасып ұмытып кеттіңдер ғой дедім. Да? Конституция жазылған емес пе? Источник власти халық. Негізі қайнар көз халық. Яғни халықтан сұрауларың керек қой, мынандай өзгерсе керек деп жатырмыз. Сендер пікірлерің қандай деп. Жек алдында да референдум қойып жіберіңдер дедім. Да? Себебі бізде халықпен пікірлесу мәселесі төмен. Ал оны оған жол бермеу үшін, мысалы қазір президентіміз айтты ғой, мен 7 жыл істеймін, онан кейін 2 жыл сайланбаймын деп айтып отыр ғой енді. Ал келесі келген президент оны өзгертіп қою мүмкін ғой. Сондықтан мен өзім ойлаймын, қазіргі президентіміздің Тоқаевтың халықтың алдындағы үлкен миссиясы сол қалыптастырып кету. Заңдасы соны ол үшін конституцияға жазу керек. 2-ші пунктпен жаңа 7 жылға сайланады деген. Кез келген қызметін атқарып отырған президенттің әрекетсіздігі осы мәселені өзгерту туралы. Ол үшін импичмент болып жауапқа тартылуға негіз болады деп заң көрсетіп қоюымыз керек конституцияға. Өйткені ол қызметін атқарып отырған президент айту керек, мен өзімде болмаймын, бұзбаймын. Бірақ ешкімге оны бұзуға жол бермеймін. Да? Егер оған жол беретін болса, мен жауапкер, елдің алдында импичмент жауапкершілік аламын деген қағидат болу керек. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, әділетті Қазақстан деп жатырмыз ғой. Әділетті болу үшін заңмен жұмыс істеу керек қой. Мысалы, мемлекеттер болған, мына діни ұғымдарға бағынған мемлекет. Бір саяси партияның қарамағында болған, соның бағытымен жүрген мемлекет. Сіз білесіз енді, қазір Совет Одағы коммунистік партияның қағидатымен жүрді, соның ұстанымымен жүрді. Конституцияда оны жазып қойды 5 статьяға. Мемлекеттің, қоғамның негізгі күші коммунистер деп, коммунистік идея деп. Одан кейін барлықтан Латин Америкасында каудилия деген шықты. Вождизм. Мысалы біреуді каудилия, мысалы Фидель Кастроның бір несі каудилия ғой, каудилия дейді оларда. Сол адамның пікірімен жұмыс істеді. Ал негізгі мәселе заңға бағыну. Ең үлкен дәреже қоғамның құқықтық мемлекет. Құқықтық мемлекет құра білу. Ол құқықтық мемлекет деген ана президенттен бастап қарапайым кез келген адамға шейін сол құқыққа бағыну керек, тәртіпке. Ал соны біз жасай алдық па? Да, соны мемлекет жасай алдық па? Мәселе сонда тұр. Ал енді оны, мысалы, біреуге мына құқықты дұрыс пайдаланып, екіншіге оны қоя қойшы осы деп жаңағы неше түрлі келісім шарттар болды, жаңа Орекең айтып кетті ғой әлгі бір аумақтар. Мысалға бізде Астанада финанс центр бар. МФЦ бар, да? МФЦ-дің соты ағылшындар. Мен оны кезінде айтқам, сонда ағылшын 5 ағылшынның ішінде бір қазақты қосып болмай ма? Қазақстанда. Оларға төленген айлық сол кездерде мен білетін 25.000 фунт стерлинг айлық алатын. Да? Ал енді Қазақстанның қайбір судьясына ондай айлық төлеп отыр. Да?
соның ішіне кіргізу ал енді сол МПЦ-ның бүгінгі нәтижесі қандай? Сұрыптаған бір дәлел бар ма? Осындай пайда болды, біз экономиканы былай дамытты, оның нәтижесі былай болып кетті, мына саланы өркендетіп жіберді. Жоқ болды енді. Оны жасамай тұрып тағы да бәленбай жаңағы жерлерден біз сондай центрлер құрамыз, оның бәрі біздің заңға бағынбайды. Ол ана басқа мемлекеттің заңына бағынатын болса, мысалы МСФ-да применимое право ағылшын құқығы. Да, судьялар ағылшындар негізінен. Сонда қалай? Мемлекеттің ішінде басқа жүйе. Да? Сол сияқты мәселеге баға берілу керек қой. Сонан кейін бәрі нәтижесіне қарап қорытынды жасау керек. Сіз кішкене басқа жаққа кетіп қалдыңыз. Асеке, сіз жаңа айтқаныңыз, ол екінші поправка дейді ақш-тың конституциясына, ол 1191 жылдың 15 декабрінде болған право на вооруженное восстание деген. Иә, сіздің жаңа айтып отырғаныңыз. Жаңа қарулы көтеріліске, соған халыққа сондай право беру керек деген. Иә. Ал біздің мына осы күнде де бар, мына жобада да бар, бір адам билікті иемделіп кетуге болмайды деген. Ал сөйтіп иемделіп кетіп жатса ары қарай не істеу керек? Халық қалай жасау керек? Ол жоқ. Конституцияда халық қалай өзінің құқын конституция бұзбау үшін қалай қорғау керек деп конституция сол статьялар жазылу керек. Керек, ол жазылмаған. Механизм жазылу керек. Иә. Недопущение узурпации власти дейді ғой. Иә. Сосын сол конституционный кризис пайда болдық дейді. Сол конституционный кризисті қалай шешіледі? Механизмі қандай? Конституция соның бәрі мен мысалы жаңа жобада көрмедім оны. Ол үшін әдет сайлау өткізу керек қой. Мына Арманбек ағамыздың айтқаны дұрыс. Ол үшін өзіңіз білесіз өткен сайлауда қалай оқиғалар болған. Да, екеуміздің ортамызда ол туралы әңгіме болған, дұрыс па? Да. Ал енді оның бәрін жоспарлап отыр ғой бұлар. Мынаны айтыңдар, шыға тұрсын, мынау бола тұрсын деген сияқты. Ал енді ойыма түсіп кетеді бір оқиға неде, осы ютубтан тыңдадым мен, ана Мақсат деген Қарағандының ақыны болды. Сол ана Ұлытауда Жошықханның өміріне байланысты жиналыс болды дейді. Сол жерде Ғарифолла Есім сияқты үлкен ағаларымыз, философ ағаларымыз, қалай ол ханның баласы өзі хан, оны ақсақ құлан теуіп өлтіреді деп сөз қозғады дейді, ол мүмкін емес қой деп. Сонан кейін жаңағы әлгі Бекарыс деген Шымкенттің ақынымен айтысқа түскен кезде айта салдым дейді, қалай ақсақ құлан теуіп өлтірген деп. Сонда Бекарыс жұлып алды айтты дейді. Дейсің ғой, ақсақ құлан қалай тепкен, тарихқа көз жүгіртіп талай өткен. Ол деген кетбұғаның кереметі қағанға жеткізуді қолайлы еткен. Ол кезде де саясат бүгінгідей билікке бірден қайту оңай деп пен. Заманбек өзін өзі қалай атса, ақсақ құлан Жошықханды солай тепкенде ұрып жіберді дейді. Ал енді қараңыз, қазірде сондай ғой енді. Бірден қайтсаң жау көреді. Енді біз енді өзіміздің еліміз. Біз президентке де қарсы емеспіз, өзіміз сайладық, дұрыс па? Бағынамыз тәртіпке. Қолдаймыз, былайша айтқанда да. Ол кісі де жаңа айтып отыр. Мінекей, осындай жаңа конституция қабылдайық, ұсыныстар беріп отыр, өз пікірін айтып отыр. Бірақ осыны қабылдай салыңдар деп отқан жоқ, талдаңдар деп отыр, дұрыс па? Соның артынша, значит, бір үлкен азамат, ел басқарып отқан азамат, ана әлгі фейк айтқандар үшін жауапқа тартыңдар деп отыр, дұрыс па? А ол это же оценочный. Премьер-министр Бектен. Это же оценочная категория. Да. Оны сонда жаңағы бір артық сөйлеп қойған адам бірден жауапқа тарту керек па? Президент өзі айтып отыр, талдаңдар деп отыр, дұрыс па? Пікір айтамыз, біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды. Әлбетте. Керек нәрсесін алыну керек, керек емес нәрсені алмау керек, дұрыс па? Ал енді өзгерістер болу әлбетте болады, дұрыс, да? Бірақ оны талдап барып жасайық деген мәселе ғой енді. Демократияға өзі шақырып отыр елбасы, президентіміз. Сондықтан, значит, сол демократияны пайдаланып пікір айтуға біздің құқығымыз бар ғой азамат ретінде. Түсінікке мен осыған бір нәрсеге таңғаламын. Жаңа Ореке дұрыс айттыңыз сіз. Мына осы тәуелсіздікке 35 жыл болып қалды ғой. Қаншама сайлау өтті. Сол баяғы жоғарғы кеңестің екі сайлауынан басқа, содан кейін алғашқы екі сайлауда мәжілістің бірінші екінші сайлауда более-менее демократия. Ол кезде билік халықтан жасқанатын еді, халықты тыңдайтын еді, халықтан қорқатын еді, былайша қазақшалап айтқанда. Ал енді одан кейінгісінің бәрі қалай болды? Бәрі асығыс. Бір күні президенттің түнде түс көреді, ертең сайлау өткіземіз деп айтады, 2 айдан кейін жаңағы не болады, сайлау болады. Сонда қалай болды? Не асығыстық, не болып қалды біздің елде? Мен ойлаймын,
жаңа дұрыс айтып отырсыз, бұл жай ғана нәрсе емес конституция деген. Бұл халықтың тағдыры, елдің тағдыры. Сондықтан да біріншіден жаңағы Мұсекең айтқандай, жаңа елді соны білетін адам ғана. Мысалы үшін жаңа айтып отыр ғой, мен де сол қағидаға өте қатты ұстанымның бірі. Мысалы үшін етікші болса, егер маман, ол жақсы етікші болу керек. Себебі сол етіктің арқасында ол әбір табады, отбасын асырайды. Солай ғой, жұрттың бәрі соған барады. Или жаңа басқа бір мамандық. Сол сияқты жаңағы біздің осы заңгерлерде олар соның әбден нанын жеп, соны әбден жаңағы тістерін сындырған азаматтар. Сондықтан ол бір мәселе. Екінші мәселе, мысалға асықпай талқылап, мысалы сол не. Сондықтан әрбір талқылауды теледар арқылы дәлелдеу. Мысалы үшін сіз өз пікіріңізді айтасыз, отырған комиссия или басқа біреу соны. Сөйтіп кім дәлелдейді? Дұрыс айтылады. Значит, ол солай жазылу керек ана жерге. Оған қарап атқан ешкім жоқ. Біздің қазір біз мысалы үшін бізде осы жерде отырып айтып отырмыз ғой, біз жалпы қолдаймыз мысалға мынау конституцияның кейбір несін өзгертуге деп. Сонда ең соңында анау арадағы әңгіменің бәрі жазылмайды, ең соңында қолдаймыз деген ғана жазылады бәріне. Сөйтіп соны әрбір кездескендердің бәрінің аяқ жағында қолдаймыз дегеннің бәрі. Олар қолдаймыз дегенді алады да, соны апарып тығады, соныменен біз жаңағы бәріміз бір ауыздан қолдап өткізіп береміз. Бір-екі осындай сұрақ болып тұр. Халық сайлауға сенбейді, халықтың дауысы ұрланады, немесе бұрмаланады. Конституция кіргізу керек қой. Халықтың дауысы ұрланса, немесе сайлаудың нәтижесі өзгертілсе, оған қатаң қандай төгіс пе, қандай жазалау қандай болу керек? Сіз заңгер ретінде. Жоқ, оны мен ойлаймын, бұл енді конституция оған бөлек норма кіргізіп керек жоқ. Қылмыстық кодекс бар. Кім мына сайлаудың кезінде халықтың мына дауысын дұрыс санатпай, соған жаңағы бұрмалау жасайтын болса, оларды соттап отырғызу керек. Оған қылмыстық кодексте қазір де бар, бірақ енді бір жұмсақ нормалар. Ол өте қатаң болу керек. Өте қатаң болу керек. Меніңше, мысалы, халықтың дауысын бұрмалау, да, ол биліктің қайнар көзіне түкіргенмен бірдей. Сондықтан өте ол ауыр қылмыс деп саналу керек. Конституцияға жазылу керек вообще. Кімде кім осы мәселеге ауыз салатын болса, оған жаңағы қиянат жасайтын болса, ол қатаң жазалану кереген тәртіп болу керек. Қылмыстық кодексте соған сәйкес жаңағы күшейтілу керек та. Күшейтілу керек санкциясы. Сіз өзі және күлдіні айтырыңыз ғой, Назарбаев күлді менде 98% деп. Онда бәрі халық біледі ғой. Мысалы, қалай болған, да? Мен өзім соңғы сайлауға, парламент сайлауға қатыстым. Мен Қазақстан халық партияны болғанда, бізді көптеген қандастар, Қытайдан келген қандастар, Моңғолиядан келген қандастар біздің партияға кіріп қолдады. Сонда кейбір ауылдар бар, бір ауыл бар, тек қана қандастар тұрады. Сонда сайлау бітті ғой. Сайлау біткеннен кейін, нәтижесі болғаннан кейін, мен естіп жүрмін, сонымен звондайды. Сонда бір ақсақал звондайды, айтады, ол қандас қой келген адам. Мына жергілікті қазақтар оңбаған екен дейді. Бізде дейді, менде дейді, үйімде 12 адам барып, тек менің отбасым дейді. 12 адам барып, 17 адам барып, біздің отбасынан сіз осы халық партияға дауыс берді дейді. Бүкіл біздің ауыл халық партияға дауыс берді дейді. Протокол қарасақ, халық партияға 12 қана адам дейді. Қалғандары бір аманат, ақжол деп сөйтіп нетіп қойған дейді. Қалай дейді? Бүкіл біздің ауыл дейді, Қазақстан халық партиясына дауыс берді дейді. Не деген жергілікті қазақтар оңбағансыңдар дейді. Қытайда дейді, ондай болмайды дейді. Енді былай ғой мәселе. Оның бәрінің өзінің жолы бар ғой. Қазір жасанды интеллект деген бар. Мысалға алатын болсаңыз, мына Центр избирком бар, да? Одан кейін облыс избирком бар, рай избирком бар. Оның бәрі жаңа бұрмалайтын органдар. Оның не керегі бар? Допустим, да, негізгі участковый избирком бар, искусственный интеллект бар. Ол дауыс беру біткен кезде есептеп шығару керек, сразу электронды вариант жариялау керек қой. Центр избирком содан алсын, ол район избиркомнан алмасын. Өйткені ана участковый избиркомда отырған мұғалімдерді ауданға барған кезде мынаны қайтадан жаз протоколын деп жазады. Да, одан барады облысқа барғанда облыстан өзгертеді. Айналып келген анаяқта өтірік нәтиже шығады. Неге оның бәрі ортадан алып тастау керек оның бәрін? Да, содан кейін бар мысалға алатын болсаңыз, жаңағы бюджеттен ақша алып отқан мұғалімдерді, дәрігерлерді
ол әлгі учаскелік избір сайлау учаскесінен алып тастау керек, олардың қажеті жоқ. Ол жерге наоборот сол елден жаңағы абыройы бар әлгі адамдардан және партия мүшелерін қосу керек та. Сөйтіп жаңа бірден 8-де жабылды ма сайлау учаскесі, бірден электронды вариант шығу керек. Асеке, кешіресіз. Қазір біздің қазақтың айтишник деген мамандық бар ғой. Соның ішінде білімді қазақ жігіттері көп. Біз мына сайлауға түсіп отқан солар келіп айтты. Қазір блокчейн деген платформа бар. Сонымен бөлек программа жасауға болады. Оны істеп, соны мына мемлекет қабылдап кіргізетін болса, ана жерге барып очередьке тұрып керегі жоқ. Үйде мына телефонмен дауыс беруге болады. Оны ешкім де өзгерте алмайды. Соның бәрін істеуге болады. Енді оған билік шешетін болса. Керек емес қой. Керек емес. Олар өзі айтқан істеді. Онда 98% болмай қалады ғой. Жоқ, ана жақта отырған винтиктер бар ғой, ешқандай чиновниктер отырып алады да тапсырма орындайды. Бұл жерде Мұсеке, жаңа бәріміз де дұрыс айтып отырсыз. Біздегі қазіргі ең халыққа ауыртпашылық алып келіп, халықта осындай теріс пікір жасап жатқан билік туралы, ол осы сайлау заңының ешқандай негізі жоқ. Себебі қаншама талантты жастар. Мен ойламаймын, осы мынау кейбір жаңағы биліктің партиясына кірмей жүрген азаматтар қазақ елінің жауы елге қарсы деген сөз жоқ. Ондай қаншама сауатты азаматтар осы өткен жолғы да сайлауда, арғы сайлауда да мен де ішінде жүргеннен кейін көрдім ғой. Соның бәрінде солар негізсіз 60-70% алып отырып, солар өте алмай қалды. Сонда бұл қандай билік? Сол кезде де мен айттым, осы теледен сөйлегенде айттым осы мәселені. Бұл заң сайлау заңы конституция заңымен бірдей болу керек. Сондықтан да конституцияға кіргізу керек деген мәселені жаңа жауапкершілігі әрбір азаматтың, оның бір жаңағы запятойын өзгерткен адам өте қатаң алу керек. Себебі ол менің құқыма жеке басымдан. Мен қазақпын. Мен қазақтың осы жерде өз елімде өтіп жүрген. Менің кімнің қандай хақысы бар? Кім болса болсын ол. Ол билік болсын, или жай адам болсын. Сондықтан да осыны конституцияға кіріп, сол жерде қатаң түрде кім сайлау заңына осындай жаңағы әсер ететін болса өзінің ол халық жауап есебінде өте қатаң. Сонда ғана ол тиім болады. Содан кейін анақта комиссиялар. Ол комиссия деген егер ешкім ол документті көрмесе, отырған сайлау орталық неде, кім не жазып жатқан, неге өрге жай қарапайым, неге сіз жоқсыз, неге мен жоқпын, өрге жай басқа да қоғамдық ұйымдардың азаматтары сол жерде отыру керек, әрбір түскен қағазды қарап отыру керек. Сол қай уақытта сол болады, сол кезде бізде теңдік болады, халықтың да көңілі толады орнына. Тағы бір өте маңызды мәселе, ол жер. Және Амалбек аға айтты ғой, 2000 жылдары мына Иманғали Тасмағамбетов отставкаға кетті деп. Ол кезде. Бірақ мен қарасам, анау 95 жылы конституциясында частная собственность на землю деп кіргізілген. 95 жылдан бастап жер сатылады деп деген. То есть жер, қазақтың жері, оған басқа біреу ие бола алады, ақша төлесе дегендей. Сосын 2000 жылдары ауыл шаруашылыққа, сонда халық қарсы шықты. Тіпті 2016 жылы жер митингтер болды. Шетелдіктерге сатпаймыз деп. 5 жылдық мораторий болды. Енді мораторий бітіп, жан-жақтан естиміз. Паспорты бар, қандастардың өзі бар. Кеше жүрген ақшасы жоқ адамдар, кейбірлері ақшасы болып, Алакөл жақта, Жетісу облысында, Абай облысында, Шығыс Қазақстан облысында аяқ астынан бай болып бүкіл жер сатып жатыр. Бай формально қарасан, ол қазақтың азаматы. Артында кім тұр? Сосын халық айтып отыр, артында көрші мемлекеттің адамдары тұр, компаниялар тұр деп. Сол үшін неше түрлі шу бар. Сол үшін әлеуметтік желіде де былай да небір көтеріледі. Билік кішкене оған реагировать ету керек қой. Жалған, өтірік, фейк демей, нақты, өйткені ерте ме кеш пе бәрі ашылады ғой. Сонда ашылғанда халықтың реакциясы белгілі болып тұр ғой. Неге оны жеткізеді оған? Сіз айтсаңыз. Енді жер туралы дау бұрыннан бар ғой енді. Жер дау, жесір дау деген соттың бір жұмыстарының біреуі. Мысалы алатын болсақ, мына біз жол соғылды ғой. Астана, Көкшетау, сол сияқты мынау Батыс Қазақстан, Батыс Қытай деген жолдар салынатын кезде де соның алдында біраз жерлерді жаңағы жергілікті басқару жүйелесіндегі азаматтар өздерінің таныстарына беріп жүрген ғой енді. Соны ол жерді қайтып алу керек болған кезде ол жердің құнын олар көтере бастады. Сол кезде біраз біз істер қарадық. Сонда қарасаңыз, ол жерге, түсінемін мен, ол жерде жаңа құрылыс соқса, жаңа сат отырғызса,
соған қаражат жұмсап соның бәрін қайта мемлекет алып қойып жатса, онда саттың құнын төлеу керек, дұрыс па? Ал енді жер мемлекеттік ғой ол енді. Жер жеке меншікке берілгенмен, ол жер түпкілікті ол адамға мәңгілік берілмейді ғой. Ол бір тікелей бір істеу үшін беріледі. Біреу үй соғу үшін беріледі. Біреуге егін егу үшін беріледі. Сонда соған қарап бағалаудың орнына біз жаңағы еркіндік беріп қойдық та. Ал негізінде ондай жерлер өзі еңбегі тимеген мемлекеттен алып, қайтадан біреуге қалыпсатарлық жасаған, ол келісімшарттардың бәрі заңсыз деп табылу керек. Кезінде Алматы қаласында мынандай, мен қалалық сотта 22-1 жыл төраға болып келдім. Сонда қарасам мынандай тәжірибе бар екен. Мысалы алатын болсаңыз, бір жас келген адамдар, соны жаңағы іскер пысық жігіттер келіп, сіз ана залогқа қояқ үйіңізді, квартираңызды. Сізге мына $5,000, біз бір жылдан кейін қайтып залогтан шығарамыз, қайтарып береміз, сонда бір жылда $5,000 табасыз деп, жаңағылар өгіріп алдап сулап, банкіден кредит алып, кейін банкілер олардың бәрін жаңағы алып қойып жатты ғой. Содан кейін біз практиканы біз зерттеп өзгерттік, онда болмайды. Оның бәрі алдау дедік та, ана залогтан бәрін шығардық. Қалай біз солай шығара бастадық, анандай сондай жаңағы іс-әрекеті тоқтады. Мына жерге туралы да сондай болу керек вообще. Егер ол жерге бір еңбек сіңбесе, ол жерге маңдай тер төгілмесе, мемлекеттен алып басқа біреуге сатқан бірден ондай заңға қайшы келеді деп, заңға ондай өзгеріс енгізуге болады, оны бар шешуге болады. Жер сатылмайды деп неге конституция кіргізбейді? Енді ол әлемдік үрдіс қой. Мысалы әлемде, мына Америкада арендаға жалға берілсін 49 жылға. Жоқ, ол жерде былай ғой. Мысалы алатын болсаңыз, Европа континентінде жер жеке меншікте болады ғой. Бізде де сол тәртіппен кеттік қой. Нарықтық экономика кіргеннен кейін біз сол тәртіппен кеттік. Бірақ жаңағындай қағидаттар болу керек. Ол жерді өзінің бағытына қарай алған, не себепті алдың, соған пайдалану керек. Басқа әшек сатып жіберем, саудаға айналдырмау керек. Мен сізден сұрайын. Біз мысалы Палестинаның трагедиясын білеміз. Анау 49 жылы Израиль пайда болғанда, оңға дейін алдыда палестиналықтар жақсы ақшаға өз жерін сатты. Анау күні Эрдоған көрсетті ғой, қалай Израильдің жері көбейгенін. Бірақ Израильдің адамдар айтады, біз заңды түрде документтері бар, жерді сатып алды. Қазақстан ертең екінші Палестина болмай ма? Болуы мүмкін. Егер осылай жалғаса беретін болса, әлбетте болады. Сондықтан да жаңағы өте дұрыс. Біз конституциялық заңға толық кіргізуіміз керек. Шетелдің халқына басқа шетелге сатуға болмайды деген. Кім болса, біреу арқылы болсын, жай болсын, оның бәрі. Ол үшін сатқан адам, ол қалай сатты, ол сол үшін жауапты болу керек. Қол қойған адам да сол соған. Өте дұрыс әңгіме, өте дұрыс пікір. Сондықтан мына енді жағдайды көріп отырсыз ғой. Мына біз бүгін конституцияның жобасын талқылауға жиналып отырмыз ғой. Ал ана ол қабылданатын болса, ол жер емес. Анау бір жаңағы 10 гектар, 100 гектар жаңағы біреудің меншігіне өтіп кетеді. Біз бүтін бір қаланы берейік деп отырмыз шетелге. Алатау қаласы деп, Ал ертең олар тек құрылысшылар емес пе? Ары қарай тұра ма не? Қалада, сол қалада басқа заң жүреді деп отыр. Ал ертең ана Ресейден келеді. Айтады, мына жерің бізге ұнап отыр, босатып беріңдер. Өзіміз ақ нетеміз, қазақтың заңы жүрмейтін болсын. Осыны өзіміз істейміз дейді. Ертең Трамп келеді. Ана Қытай редказен бермей жатыр. Мына сіздерде бар екен. Осыны өзіміз, мына Америка президенті указымен ақ күн көреміз. Соны істеп береді. Менің түсінгенім бойынша мына Байконурда солай отыр ғой. Байконурда Ресейдің заңы өтіп жатыр ғой. Солай? Әлі солай. Соның өзінде, соны бірақ конституцияға кіргізбей ақ енді былай амалын тауып істеліп жатыр ғой. Ал қазір конституцияға сондай мына норма кіретін болса, осындай бап, онда мен ойлаймын, бұл болашақта елдің ыдырауының басы. Бұл өте қауіпті нәрсе. Оны қабылдатуға болмайды, мұндай заңды. Жаңа Секе енді сұрадыңыз узурпация деген деп. Мына қарап, мына жобаны, осынғы президенттің қандай несі болады қарап көрсеңіз, осы мына жарияланған жоба, сол узурпацияның жобасы. Бірақ қана нәрсе жетпей тұр. Бірақ қана. Ертең ана 145 депутат бола ма? Солардың әрқайсысын президент өзі тағайындайды деген. Бітті. Одан басқа нәрсе қалған жоқ. Ал ол 145 депутат, оны партиялар сайлайды. Өзіміз өткенде сөйлестік, партиялардың көбі бір ғана партия аманат шығар, ішінде
жаңағы бюджетниктерді кіргізді, үйтті бүйтті, 800 мыңдай адам бар дейді құрамында. Ал қалған партиялардың бәрі Өлеке мен бос қой. сізге Иә. айттым ғой, бір ғана жетпейді деп. Негізі онда мен сізге айтайын, Иә. ол да орындалып отыр. Неге? Я Аға біледі ғой, енді алдымызда Иә. үлкен екі мықты ақсақал отыр, Иә. тіпті жоғарғы сот басқарған адам отыр, иә. Иә. Әкім болды. Бәрін министр біледі. болды ғой. Иә. Министр болды. Бәрін біледі, өйткені партиялық тізім партияның ішінде құрылады, сонан кейін жоғарыға апарылады. Жоғарыдағы адамдар тізімді қарайды да, керектісін алып тастайды да, керектісін тығады. Өз басына Демек- өтті осы екен, иә. Демек, әкімшілік, президент әкімшілігінің адамдары қарайды, содан кейін президент кетеді. Сіз жаңа айтып отырған сол болып тұр ғой. Иә. бұл жерде Қалай онда? бұл жерде маған бір ой келіп отыр да. Біз айтамыз қазір, шындығында да мен таңғаламын. Мысалға, біздің қазақ елі, біздің ата бабаларымыз, аз ғана халық болдық, көп боламыз қой. Иә. Осындай кең жерді, осындай байлықты сол өздерінің негізі, мынау қазақ айтқанда ұшақ ауыз сөз ғой. Иә, ар, намыс, ұят деген сөздерді басына алып, солар соны сол арға бола, намысқа тырысып, жерін қорғады, сөйтіп бізге қандай байлық, қандай үлкен бақыт қой енді бүкіл осындай дүние қалдырып кетті. Біз не қалдырып бара жатырмыз? Сонда мен ойлаймын, егер біз мысалға осылай өзіміздің жасап отырған конституцияда осындай нәрсенің бәрін реттеп, өз еліміз үшін өзіміз қызмет істемейтін болсақ, онда біз кімге керекпіз сонда? Дұрыс айтасыз ғой. Солай ғой. Сонда біз кімге керек? Біз не қалдырып бара жатырмыз? Міне біздің. Ал енді осыдан орай не пайда болады бізде? Ол кезде мынау жағымпаздық деген сөз қазақта тіптен болмаған. Ондай түсінік болмаған қазақта. Қазақ бір сөзді, азамат ол өзіне. Қазір біз айтамыз, өңшең жағымпаздар көбейіп бара жатыр дейміз. Жағымпаз қаяқтан пайда болады? Жағымпаз биліктің айналасына кіріп, сол жүру үшін ол жағымпаз жасайды. Бәрін ана аяғынан бастап. Иә, әрбір Тағы бір өте маңызды мәселе. Осы мәселені біз тоқтатамыз. Сол кезде біз қазақ болып ел боламыз біз. Қазақ болып ел болу үшін Қазақстанның, қазақ мемлекетінің атауына бастасақ. Совет мемлекетінде біз қазақ социалистік совет кеңес республикасы болдық. Орысша Казахская советская социалистическая республика. Сонда советская социалистическая алып тастасақ, Казахская республика қалады. Но Қазақстан республика болмай, республика Қазақстан болды. Не себептен? Сіз аға айтсаңыз. Меніңше ол әлгі біреулер тыныштандырсын айтқан мәселе болды. Шындығында мына Жұмагел Сәкенович Елбай конституцияның жобасын жасады ғой, сонда қайтып оралайық деді. Қазақ мемлекеті, Қазақ республикасы. Тіпті қазақ елі. Иә, Қазақ республикасы деген түсінікті нәрсе ғой. Стан деген ол әлгі кейін казактар станица деді, Стамбул, Афганистан, Таджикистан, Пакистан бар. Бізге оның керегі жоқ. Мысалы, неге Россия Федеративтік республикасы, допустим, Беларусь республикасы, Украина республикасы, Грузия республикасы, Азербайжан, Армения, бәрі республика. А неге бізде қазақ республикасы болмау керек? Қазір бір 70%-ға жетті қазақтар, мысалы Қазақстанда. Одан қорқынатын ештеңе жоқ. Ана стан дегенді алып тастау керек та. Қысқаша айту керек. Иә, мен сол жиналыста қатысқан адаммын. Иә. Солай ғой. Мінекей сол жерде осы талқыланған кезде ең соңында бәрі Қазақстан деді, қазақ елі деді. Вообще жұрттың бәрінің қазақ елі деген сөзге қазақ бетін бұрып, жақсы еді. Шераға марқұм сөйледі, қанша сөздер болды. Сонда ең соңында Назарбаев сөйледі, президент. Сонда ол айтты, енді өздеріңіз көріп отырсыздар ғой, біз ең соңында болдық қой жаңағы тәуелсіздікті. Отырдық күтіп қашан болады деп. Соңғы шықты. Сонда айтты, мінекей Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан болып жатыр. Біз солардан бөлінбей қояйық. Біз Қазақстан болып қала берейік, кейін біртін-бір, есіңізде ғой сол осы сөз. Кейін біртін-біртін біз жаңағы келеміз деп. Міне содан бері 35 жыл өтті біртін-біртін. Біз өз еліміздің атын, өзіміздің мына түріміздің лайықты қазақпыз деген сөзді мақтанышпен айтатын қазақ ел дегенді қайтып орнына келтіретін уақыт келген сияқты ғой. Бізге ешкім ештеңе бөліп беріп жатқан жоқ. Солай емес па? Сондықтан да өз еліміздің мен кейде біздің жастардың қазақ болып туғаныма мақтанам деп айтқан сөздеріне өте қарным ашиды сол сөзге. Оған лайықты емеспіз ба біз сонша. Сондықтан да өте дұрыс мәселе. Ол жерде стан дегенді алып тастау керек. Мына есімде, ол залда мен де отырдым ол кезде. Жаспыз, иә. Ана дауда аса болған жоқ. Ана орыс жігіт депутат Виталий Воронов. Иә. Ол да айтты, Казахская советская социалистическая республика деген мына екі сөзді алып тастайық деді.
ол тек қазақтар айтқан жоқ. Да. Жаңағы орыс жігіт айтты. Ворон. Ворон. Соған бірақ ана Назарбаев соңында айтты, осылай республика Қазақстан болсын деді. Бітті, сонымен қалды. Енді біздің енді ел былай енді басшыны сыйлап тыңдап неткен халық қой. Сонымен соған бәрі көнді. Бірақ енді сол станнан кетуіміз керек. Қазақ я бола ма, мына орыстарда мари ел деп олар нетіп алды. Ол да енді түрк тілдегі ел аттарын сол мари ел деді. Бізді қазақ елі, қазақ республикасы деп өзгерту керек. Қазақ мемлекеті айтсам. Мен өзім бұрыннан бері дайындап жүрген Амалбек аға біледі. Тағы бір ел араладық, жиындарда болдық. Өзімнің бір идеям бар, бірақ қазір оны айтпай-ақ қояйын. Уақыт та аз қалды. Мүмкін оны бөлек бір сіздерге бүкіл Қазақстанға жариялайтын шығармын. Ұлттық идея жайында. Өйткені ол керек нәрсе. Енді қысқасы былай айтқанда сұрақтар көп. Әрбір бапты қарасақ, оның өзіне кейбір келіспейтін шығарады. Мысалы, преамбуланы қарасаңыз, мен бағана орыс тілде айтқанда идеалы свободы и равенства деп тұр. Ол 95 жылы Конституцияда. Қазіргі жаңа жобада бостандық пен теңдік жоқ. Оның орнына заң мен тәртіп және әділеттік дейді. Асында бостандық қайда? Свободы нет, равенства нет. Не деген сұмдық? Қазір қалай болса солай жазып жатыр да, қазір қалай өмір сүріп жатыр. Жоқ. Мына Конституцияның тобынан айтам да, сонда олар свободаға қарсы шығып тұр ма? Теңдікке қарсы шығып тұр ма? Преамбуланы оқу керек қой. Неге оны алып отыр? Енді әділеттік деген былайша айтқанда философия категория ғой. Иә. Абсолюттік әділеттік жоқ. Ешбір қоғамда онда жоқ. Мысалы, сізге әділет болып тұрған нәрсе сіздің оппонентіңізге әділетсіз болып көрінуі мүмкін. Сондықтан это философия категория әділеттік деген. Ал ең негізгі мәселе кез келген құқықтық мемлекетте ол бірінші болу керек. Кімнің құқығы дұрыс, заңға сәйкес, сол әділетті. Сондықтан әділеттіктің өзі мынау философия диаматтың заңдылығы бар ғой, отрицание деген. Бүгін әділетті болып танылған бәленбай біздің қазақтың азаматтарын әділетті халық жауы деп атып тастады. Кейін алдық та біз қателеспіз. Аллардың өмірлері қиылып кетті ғой енді. Реабилитация жасадық. Онда кезінде әділетті деп таптық. Неге? Өйткені заң болған жоқ. Жаңа сіз айтқан әлгі бостандық құқығы азаматтың ол сақталған жоқ. Өйткені заңдарымызда ол бұрмаланды. Өйткені заңды пайдалану барысында. Сондықтан ең қазір өркениеттік мемлекеттер ішіндегі жоғары деңгейге жеткені құқықтық мемлекеттер. Жазба заңдары бар, соған бәрі бағыну керек. Және әлгі заңның гумандық тәртіптерін дұрыс пайдалана білу керек. Әлгі атүсті шаба салмау керек. Немеде біреулерге ярлық жариялап, мынау бәленше түгенше деп айта беруге де болмайды. Мәселе сонда ғой, мен өз басым солай деп ойлаймын. Сондықтан әділеттік дегеннің орны жаңағы бостандық, теңдік қағидаттары меніңше дұрыс мағынасы жөнінен. Бұрын солай жазылған ғой. Асеке ол не ғой? Ана француз революциясы айтқан ең басқа үш лозунгі ғой. Свобода, братство, равенство, либерти, фратернити, эгалите. Енді ол барлық нерге сол кіріп келе жатты. Біздің де 95-те болған. Енді олардың бәрін мен ойлаймын. Кеше айтты президент, мына халықтың сөзінді тыңдау керек деп. Осы кішкентай бәрін ішіне кіргізеді. Ертең халықтың несімен айтқанымен келістік, өңдедік, жөндедік дейді да, жаңа үш айтқан нәрсені солымен өткізеді. Рахмет. Бәрдеріңізге рахмет. Уақыт тауып келдіңіз. Асеке, бір сөз айтуға бола ма? Айтыңыз. Сізге рұқсат. Рахмет. Енді мен соңғы уақытта осы Конституция жобасы туралы біраз каналдар шақырды. Орыс тілі болсын, қазақ тілі болсын. Ал енді шыққаннан кейін қараймын ғой, артынан не шықты екен, жұрт, халық қандай коммент жазып жатыр екен деп. Көп қазақтың жігіттері жазайды, ал не істейміз деп. Мына
жобаны қолдап отқан қазақ азаматтары аз. Билік не айтса да, қасында жүрген, енді биліктің қолынан нан жеп жүрген жігіттердің бәрі айтып жатыр, керек, ойбай, мына бұдан артық конституция жоқ деп. Жаңа айттық, бір ғана заң түрінде жазылған бір ғана нәрсе жетпей тұр деп, ана депутаттарды президентке тағайындау іс жүзінде ол солай болып жатыр. Біз сол узурпацияда тұрып жатырмыз. Сондықтан жаңағы құрылтай туралы сөйлесеміз деп едік, енді ол қасиетті ұғым, ол бүгін енді уақыт өтіп кетті. Ал мен айтайын дегенім, мына ағамыз, Амалбек ағамызға мен бір осындай ұсынысым бар еді. Енді Амалбек ағамыз көптен 30 жылдай болды танимын, бұнда ағам бар деп мақтанатын ағам. Ал енді халық сыйлайтын ел ағасыз осы күні. Жаңа айттық, министр де болды, әкім де болды, депутат та болды. Сосын білем ағамыздың кезінде ана сайлауда, қандай не болды, жаңа 12-ші созыв пен 13-ші созыв, мына мәжілістің басқа екеуі сол жерде бізде демократия болды. Ағамыз сол жердің бәрін сол халықтың қалауымен өткен кісі кезінде. Сол себептен таратылды ғой. Сондықтан айтайын дегенім, аға, енді мына жоба, осы жарияланған жоба, мен өз Қазақстан азамат есебінде өз бағалауым, бұл елдің басына күн туған жағдай деп санаймын. Сондықтан қазір жұрттың бәрі сұрап жатыр, қазақ азаматтары не істеу керек деп. Сіз осындай бір сол шынайы құрылтай жарияласаңыз, 22 наурыз бола ма, оның бір апта бола ма, біздің ана батыс жақта көрісу деп, сол көктем жаңа жылдың келуін бастап нағылады. Осындай жариялап, Қазақстанда неше аудан бар, содан бір ауданнан бір азамат қылып, әр облыс орталығынан тағы бір-екі азаматтан ба қосылып, үлкен бір құрылтай жасап, Түркістанда деп жиналып, осыған баға беру керек. Менің ойымша, мына жоба қабылданбау керек. Мен бұған осы категорически қарсымын. Ореке, мен сізге жауап берейін осы сөзіңізге. Осыдан бір 5 ай бұрын осы Астанадан азаматтар маған шығып, осы мәселе туралы, мына біз мына құрылтай туралы әңгіме. Біз осы ел ағалар кеңесі деген ұғымда осы баяғы ескі жолмен, баяғы ата-бабамыздың, біздің ұлттық негізіміздің бәрін жоғалттық қой біз. Қандай салт дәстүріміз еді. Ең мықты салт дәстүр ұстаған бір халық болса, ол қазақ халқы болған. Соның арқасында біз осылай ел болып қалыптастық қой. Соны қайта келтірейік деген, біз бұл бағыт билікке қарсы емес, керісінше билікке көмекші есебінде осы елдің болашағын ойлайтын азаматтар осылай әңгіме болған. Сөйтіп соның арқасында біздер топ құрып, бүкіл Қазақстандағы барлық облыстарды аралап шықтық. Біздің жігіттер, біразында мен өзім де бардым. Қалған сондағы ойымыз әр облыстан осындай елге ағалық қылып жүрген азаматтардың сөзді тауып, соларменен қарым-қатынас жасап, меморандум қабылдап, сөйтіп сол арқылы осы біздің қазіргі айтып отырған осы құрылтайдың негізін сол бағытта соны алдыға қою халықтың. Сондықтан бұл сіз айтып отырған мәселе дайын нәрсе. Егер оның бәрін біз отырып реттеп келтіретін болсақ, оны толық жасауға болады. Себебі шын мәнісінде де құрылтайды жаңа дұрыс айтып отырсыз, еш уақытта құрылтайды қандар таратқан емес. Құрылтайға елдің небір азаматтары жиналып, айлап жүріп барады ғой. Мысалы үшін Атыраудан мысалға мынау шығысқа келіп Ұлытауға дейін қанша жүру керек. Соның бәрін жүріп өтіп, сол ел үшін, қазақтың болашағы үшін істеген істерінің бәрінде ол кезде де альтернативтік жаңағы сайлау болған. Мысалы үшін қанды сайлау. Соның ішінде біреуіне 2 адам міндетті түрде солай болған. Ол жан жақты қарап, сараптап барып, сөйтіп кіргізетін болған. Сөйтіп барып, соған нүкте қойып. Ол қандар еш уақытта ол бір сұрақтан кейін екінші сұраққа деген әңгіме болмаған оларда. Солай ғой бізде. Өзі отырып алып, жаңағы шешім шығарып. Енді ұят нәрсе ғой олар, мен түсінбеймін. Алғаш есіңе кіріп алады да, содан кейін айтады, жоқ, мен төрге отырамын, төрді ешкімге бермеймін деген сөз ғой қазақтың, солай ғой. Төрде кім отыру керек? Ақсақалдар отыру керек. Сол ақсақалдар құрылтайдың қалаған негіздері. Сондықтан да бұл мәселені соны ақылдасып, соны келтірген дұрыс болады. Жақсы, рахмет. Мен бір ауыз мына программа арқылы академик Майдан туралы Сүлейменовтің соңғы өткенде айтқан бұдан кейін мен араласпаймын деген сөзін
ол кісіге бір айтайын дегенім, біздің ұстазымыз ғой енді ол кісі. иә майдан Күнтуарич. Керісінше анау өкпе назың бәрін қойып, бүкіл атақты заңгерлердің бәрін жинап, бір ғылыми конференция өткізу керек заң тақырыбында осы конституция туралы. Сөйтіп соны содан бір шешім қылды. Соған бастама жасаса, меніңше дұрыс болар еді деп ойлаймын. Өйткені елдің тағдыры ғой бұл енді. Иә. Сондықтан майдан Күнтуарич өзім ойлаймын, қайтып ойланатын шығар деп. Райына қайта шығар. Негізі мына Алмабек айтып отырған мына елдік кеңестігін Астанада тіркелген ұйым бар. Сол топта мен де бармын. 19 облысты аралап шықтық. Көптеген жерде мына ақсақалдар, ардагерлер кеңестерімен, басқа белсенді азаматтармен кездестік. Бәрі қолдап жатыр. Әрине біздің мына Алмабек ағаның идеясы болған Түркістанға барып, сонда бүкіл қайтыс болған адамдардың алдынан кешірім сұрап, өйткені 20 ғасырда қанша миллион адам қырылды, атылды, неше түрлі зорлыққа ұшырады. Сол бүкіл өткен ата бабаларымыздан кешірім сұрап, және болашаққа бүкіл қазақ елі үшін жол ашу үшін мал сойып, виртуальды нәрсе ғой енді. Нетіп дегенде, иә. Оның бәрі өте дұрыс нәрсе деп ойлаймын. Ал аға сіздің идеяңыз өте жақсы болып тұр. Майдан Күнтуарич енді өкпелеген түсінем. Анау айтты ғой, 95 жылда да мен кейбір нәрселер келіспедім деп жазды ғой. Бірақ басқа ақсақалдар тыңдамады енді. Жақсы, енді ел естейтін шығар деп ойлаймын. Біздің тек қана ел емес, бүкіл билік, мына конституцияға реформа жасап жатқан адамдар, тіпті Эльвира Азимовдан бастап, басқа мүшелері, 120 мүше, тағы да билікте отырған депутаттар бар, президент әкімшісінің адамдар. Өйткені бәрімізге керек нәрсе ол Қазақстан ішіндегі бірлік. Ешқандай мына шайқалып, осындай бір теріс бірдеңкелер болып, халық көтеріліп, өз назарлығын білдірсе, ол керек емес, ешкімге керек емес. Сол үшін ең дұрысы халықтың ниетін естіп, Тоқаев айтқандай, халықпен ақылдасамыз деп, ешкімді қудаламай, естіп отырмыз, Алматыда, басқа қалаларда кейбір белсенділерді полиция келіп алып жатыр, соттап жатыр, штраф жасап отыр. Ол дұрыс емес, ол конституция құқықтың бұзылығы, біз оған қарсымыз. Жаңадан конституция айтып отырмыз, әділеттік, заң мен тәртіп деп преамбулда жазылған нәрсені қазірден бастау керекпіз. Әділетті жолда, әділетті талқылау ретінде, заң мен тәртіпті сақтап отырып, бүкіл халықпен ақылдасып отырып, ешқайда асықпай конституцияны қабылдайық. Менің осы ағалық, осы жаңа конституцияға арналып жұмыс істеп жатқан 120 адам бар ғой, соларға бір айтарым бар еді. Енді ол қазақта дат деген сөз бар ғой, соны дат деп есептейік, оның бәрі. Біздегі ең жаман әдет, біз қызметте жүргенде, сол қызмет өмір бойы сіздің бойыңызда болатын сияқты. Сіздің өміріңіздің арғырай, сіздің ұрпақтарыңыздың бәрі де сол сіздің жолыңызбен кетеді, сіздің өміріңіз сол жарқырап қойған нәрсе, уже саған анаяқтағы адам періштелер аумин деп сізге бата беріп, уже қызыл жаңа кілемді төсеп тастаған сияқты. На камера айтыңыз. Иә, әрбір азамат білу керек, что сізге мынау айтады ғой, сиырға туған күн бұзауға да туады деп. Ол сіздің де өміріңіз ертең өзгереді. Солай ғой. Сіз депутатсыз ба, бүгін әкімсіз ба, президентсіз ба, ол бәрі уақыт деген кетеді. Өмір тоқтамайды. Өмір деген дөңгелек айланып жатқан дүние. Сондықтан да әрқайсысы соны қараған адам, мына өзінің жүрегімен, мен қазақпын. Мен елім үшін осыны жазып отырмын деп, соған сондай түсінікпен қарау керек. Егер осыны түсінбеген адам ол еш уақытта қазақпын деп айтуға оның құқысы жоқ, оның ешқандай. Оның ұрпағы да тек қана өзі емес, оның ұрпағына дейін еш уақытта ол жақсылық көрмейді. Себебі халықтың қарғысына іліккен адамнан жаман нәрсе жоқ. Оны біз тарихтан көріп жатырмыз. Сондықтан да мен ойлаймын, қалай болғанда да қай кезде болмасын теңдік, адамгершілік біз жеңеді деп ойлаймын. Рахмет аға. Ал енді құрметті көрермендер, қолданыз, өз пікіріңізді жазыңыз. Осы сұхбатты таратыңыз, өйткені бұл өте маңызды әңгіме болды деп ойлаймын. Бәріңізге рахмет. Әрбір үйде бейбітшілік болсын, елімізде тыныштық болсын, әрбір сәтіміз, әрбір ісіміз сәтті болсын. Аман болыңыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Рахмет. Рахмет. Жақсы. Тамаша.